Сәлем достар, бүгін гранат пен шоколад жасайтын боламыз. Ең алдымен гранатты сыртын барлығын тазалап, бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Қандай шоколад болса да, ол өз еркілеріңізде. Мен қазақстанский шоколад таңдадым, және ыстық суға салып ерітпей қойыңыздар. Ол керек емес екен. Мен микроволновкаға салдым, және де 2 қасық сары май салдым. Сосын кекстің ыдысына осылай салып алып, бетіне гранатын саласыздар. Морозильникке кем дегенде жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып аласыздар. Міне біздің граната мен шоколадты тіске басарымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар.